Рымкүл Беляловна Машурбекова, менің аты-жөнім. Осы Балқаштың тумасымын. Осы жерде Абай атындағы мектепті бітіріп, Алматыда Абай атындағы педагогика институтын оқуға звонында бітіріп, қайтадан осы Балқашқа келдім. Педагогика болғаннан кейін енді сол 3 жыл мұғалім болып істедім. Химиядан сабақ бердім. Ол кездегі заң бойынша дипломды өтеу керек, былайша айтқанда. Сондықтан енді 3 жыл сол өзім соны жасадым да, содан кейін басқа жұмысқа ауысқым келді. Сол жылы орталық Қазақстан бассейновая инспекция дейді, су қорғау жөніндегі, су қорғау және реттеу жөніндегі бассейновая инспекция. Соның лабораториясы бар екен, соған лабораторияға жұмысқа түстім. Ол 75-ші жылы. 78-ші жылы институт бітіргенмін, жаңа шатастырып жатырмын. Сол 75-ші жылы түстім, сонда енді кішкене ғана 2 ғана бөлмеде жаңағы Балқаш учаскесі бар екен. Сол орталық Қазақстан инспекциясының учаскеде 3 адам. 1 инспектор, 1 инженер, 1 лаборант. Мен 4-ші болып жұмысқа түстім. Сонда енді қарайтынымыз, ол кезде комбинаттан, бәр цехтарынан су көлге барады, Зоцем түсті металдар өңдеу заводы бар ол кездегі, одан көлге барады, тесттің сулары көлге барады, жөндеу механикалық базасының сулары көлге барады. Былайша айтқанда шығатын сулардың барлығы, ағындылардың барлығы көлге барып түседі. Өйткені енді кезінде мына комбинат салған кезде, ол кезден экономикалық жағдайға байланысты прямо точное водоснабжение, то есть тікелей көлден суды алады, сосын көлде суға жібереді. Ол енді сол бір өте бір керемет шешім болып есептелген ғой кезінде. Оны ол кезде табиғат деп ойлаған жоқ. Адамға өмір сүруін сол қала салу, соны ойлаған жағдай болған ғой. Сондықтан сол кезде сондай система болды. Енді алғашында сол кішкентай ғана лаборатория, жөн түзу приборларда жоқ. Аналитикалық таразы, сосын титрование приборлар ғана бір, проверкалар ғана бар. Сонда калорифер деген ең, былайша айтқанда, қарапайым прибор, соның өзде жоқ болды басында. Сонда мысалы металдарды зерттеу үшін проверкаларды сол әртүрлі концентрациямен су қойып, солардың түстерін салыстырып, сөйтіп көзбен қарап, сөйтіп нететінбіз. Содан 79 жылы біздің министерство водных ресурсов, су министрлігі, сол Қазақстан ғой ол кезде. Олар бізге Львовтан Мукачевская лаборатория, Мукачевский завод, лабораторных изделий деген завод болған, содан лаборатория сатып берді. Ол лаборатория Балқашқа тура 2 вагонмен келді. Енді сөйлеңіз 2 вагон оборудование, шкафтар керек, қаншама приборлар, қаншама реактивтер, қаншама ыдыстар, химиялық ыдыстарды айтам, солардың барлығы келді. Енді ол кезде шын айтқанда бүкіл Балқаштағы лабораториялардың ішіндегі ең бір нағыз жабдықталған лаборатория болды. Енді лаборатория жағындай оборудование келгеннен кейін біздің енді дәрежемізде кішкене өсті. Балқаш учаскесі емес, Балқаш гидрохимия лабораториясы деп аталдық. Бұрынғыдай құдық химияған емес, гидробиология, бактериологиялық анализдер жасайтын болдық. Химиктер келді, биологтар келді, штатымызды өсірді, технологтар келді, сөйтіп әжептәуір өз қаладағы лаборатория болдық. Енді оның бәрін неге ол өсірді? Оның бәрін біз үшін неге жасады деп ойлайсыздар ғой. Өйткені ол кезде комбинаттан, мысалы, мыс заводының өзінен 3-4 цехтан су кетеді көлге. Ол где-то бір 25 миллионнан 40 миллионға шейін жылына кубометр. Соншама су көлге барады. Олар тазаланбай барады. Сол жағы түсті металдар цехының, түсті металдар заводынан сулары барады. Оларды алғаш кезінде оларда тазаланбай барды. Ол сулардың құрамындағы нефтепродукт мұнай өнімдерінің көптігі сонша, кейбір кездерде судың жағасына, көлдің жағасына су алу үшін қыздар рәзіңкетікпен баратын. Сосын тағы бір жағдай айта кететін, лабораторияны зерттеу болғанда, мысалы жағы түсетін суды қараймыз, сосын
ол судың көлмен араласқандағы мөлшерін қараймыз 500 метрге дейін. Одан кейін 500 метрден кейін қараймыз. Яғни көлге қандай әсері бар байқау үшін. Сонда су жалдап барып алады суды. Ол кезде ешқандай қару жабдығымыз да жоқ. Кейіннен катер алып берді бізге. Енді оның бәрін оның бәрін бізді жабдықтап жатқан себебі сол су қорғау жөніндегі талаптар күшейе бастады. Заңдары күшейе бастады. Жағында судың бәрін тоқтататын жағдай келді. Мыс заводынан ғана емес, мынау фабриканың өзінен не арқылы хвостохранилище дейміз, енді қойма, үлкен қойма. Енді шын айтқанда Қазақстандағы ең үлкен хвостохранилище. Содан фабрикадан шыққан су алдымен соған барады. Содан кейін одан кішкене сүзіліп көлге құйылады. Ол судың да көлемі 45 миллион, 60 миллион кубометрге шейін жылына сондай болды. ТЭЦ-тің сулары. ТЭЦ-тің суларының басында ол техникалық сулары да болды. Содан кейін условно чисто дейміз, салыстырмалы таза. Сондай сулары. Енді условно чисто суларының өзі көлемі 100 миллионға шейін жылына кубометр. Енді өйткені ТЭЦ-тің өзі суды көп пайдаланады ғой. Ана турбиналардағы парды температурасын азайту үшін су пайдаланады. Ол су жағындай көлге, цехқа кіреді, қайтадан көлге шығады. Шыққанда ол жай ғана шықпайды, ол ана судың несін жылуын алып шығады. Сосын енді техника болғаннан кейін одан май түспей тұрмайды, қоқым түспей тұрмайды. Сондықтан ол көлге барарда жағындай нефтепродукты, соңы жағындай қалдықтар солармен ластанады. Осы сулардың бәрін тоқтату немесе басқа бір жүйеге ауыстыру жөнінен талап күшейді. Сондықтан біртіндеп жағы комбинатта оларға көңіл бөліп құрылыста жағындай жұмыстар жүргізе бастады. Алғашқы жасалған жұмыстардың бірі мынау жаңағы завод обработки цветных металлов, түсті металдар өңдеу заводының 2-3 цехтарына салынған нейтрализационная станция. Ол енді ненің судың құрамында қышқылдар болады. Қышқыл болғанда, мысалы металл өңдегенде, металдың үстіндегі тотықтарын алу үшін қышқыл қолданады. Сол қышқылмен шайылады. Сол қышқылды көлге кетіп қалмас үшін жағындай нейтрализационная станция салып, жағы қышқылды сода араластырып, қышқылын кетіріп, сол нейтралды түрде көлге жіберетіндей қылып, бір жағынан, екінші жағынан жағы көп майлар кетеді ғой, сол майларды ұстайтын, сондай қондырғылар салып, ең алғашқы жасаған шаруалар сол болды. Содан кейін ТЭЦ-тен бізге қалаға, өзіңіз байқайтын болған шығарсыз, біздің қалада қысы жазы ыстық су болады. Бұл негізінде осы Қарағанды облысы түгел осы Қазақстанда меніңше ең алғашқы осындай урбанизация жағындай осындай адамға бір жақсы жасалған жағдайдың алғашқы қалаларының бірі. Өйткені қысы жазы ыстық су болып тұрғаны квартирлерде, ол кейбір қалаларда осы күнге шейін ондай жоқ. Ондай жағдай бар. Ал енді ол су неге келеді? Ол су жаңағы ТЭЦ-тен шыққан суды қайтадан тазалап, оның құрамындағы тұздарын алып, мынау химиодачистка деген цех бар. Сонда ол суды жұмсақтап, яғни ішіндегі тұздарын алады. Содан кейін тазалап, ыстып қайтадан қалаға береді. Жылуға береді, ыстық су қолдануға береді. Сол цехтың сулары алғашында жағы құрамындағы тұз ол не нәрсе? Тұз ол кальций, ол магний. Кальций болғанда, енді өзіңіз ойласаңыз, кальцийді басқа құраммен салыстырғанда, басқалармен қосылғанда оның арасында кәдімгідей известковое молоко дейді.
сондай сол известковое молоко, сол бұрын көлге кетіп жатқан су солында тоқтатты. Ол да бір үлкен шешім болды. Сосын мына ол кезде бір жақсы практика болатын. Үлкен құрылыс салған кезде, комбинат, үлкен құрылыс салған кезде, міндетті түрде осындай бір жаңағыдай техникалық қажет бір мәселені шешіп кететін. Сондай бір жағдайда жағы мыс заводының көлге бір кетіп жатқан суларын тоқтату болды. Ол сол әлгі ПЖВ салынып жатқан кезде сонымен қатар нейтрализациялық промывание канализация дейді, соны салды. Соны салғанда сол жағы көлге кетіп жатқан мыс заводының сулары тоқтатылды. Ол енді былай ойлаңыз, мен мысалы 72-ші жылы жұмысқа түстім ба, ол судың тоқтауы 80-ші жылдардың аяғына шейін жүргізілді. Онда ол кезден бастап жүргізген жоқ қой, енді әйтеуір сол 80-ші жылдардың аяғында 90-ші жылдарға қарсы шамасы уже 89-дан бастап біртіндеп тоқтай бастады. Сол ең соңғысы 92-ші жылы сол тоқтап бітті. Фабрикадан кететін су где-то 45-60 миллион кубометр су Таранғалыққа барып түсетін. Сол суларды да ол үшін арнайы проект жасап, ол суларды қайтадан айналмалы су, қайтадан фабриканың өзіне тазартып, қайтадан қолданатын жасады. Оны да ұзақ жасалды әрине. Сонымен, в общем, көлге 60 жыл бойы, 60 жылдың шамасында су кетіп жатқан комбинат, сол 90-ші жылдардан кейін, 92-93 жылдарда келетін суларын толығымен тоқтатты. Жағы өзіңіз айтып кеткен халықпен жұмыс істеу, енді оны біз пропаганда экологическое знание деген сондай бір жұмыстар ғой енді. Насихаттау, экологиялық заңдарды насихаттау. Өзі бір бөлек жұмыс болатын. Ол үшін біз балалармен жұмыс істедік, үлкен кісілермен, кәдімгідей ол кезде общество знания деген болды. Сол неден, ол қоғамнан кәдімгідей лекторларды шақырып, экология жөнінен сол адамдарды бағыттап, оның ішінде агрономдар да бар, оның ішінде инженерлер де бар, оның ішінде мұғалімдер де, дәрігерлер де бар. Солар экология тарапынан әртүрлі лекциялар оқитын. Мектептерге барып, өнеркәсіптерге барып, қай жерде қандай адамдар бар, солармен жұмыс істейтін бір жағынан. Екінші жағынан біз өзіміз экологиялық бюллетень шығарып отырдық. Ол бюллетенді шығарған себебіміз, мынау күкірт қышқыл цех салынып жатқан кезде бізде Балқашта ауаға жіберілетін шығарылым өте көп болды. Мысалы, кейбір қалаларда шығарылым 60 мың, 70 мың болса, бізге 600 мың, 700 мың тонна жылына. Сондай шығарылым ауаға. Выбросы в атмосферу дейді ғана, үлкен трубалардан шығарып атқан. Енді ол шығарылым ол қалаға әсер етпей қоймайды ғой. Қалаға емес жан жаққа түгел әсер етеді. Оның ана трубалары биік 200 метр болып, ана алысқа қарай жайылғанмен жел соққан кезде ол бәрібір қаланы басып өтеді. Ол не деген сөз? Ол адамдар тұншығады, жөтеледі, шаң қаланың іші. Сондай жағдайда халыққа енді бір көмегіміз деп айта алмаймын. Халықпен жұмыс істеу үшін экологиялық бюллетень шығарып отырдық. Ол бюллетень ай сайын шығарып отырдық. Сонда біз қазақша, орысша өзіміздің жергілікті газеттерге сол бір айдың ішінде қандай жұмыстар жасадық. Мысалы, қай жерлерді тексердік, қай жерде қандай кемшіліктер болды, кім үшін, ол үшін кімге қандай жаза қолдандық, тағы да қандай жоспарларымыз бар, тағы кімдермен жұмыс істедік, солардың барлығын ай сайын шығарып отырдық. Оның өзі халыққа бір демеу сияқты болды. Соны өйткені халық көзімен көріп отырды. Біз енді бір босқа отырған жоқ, біз жұмыс істеп жатқанымызды. Ол енді біздің өзіміздің қана жұмыс емес, біз сол өнеркәсіпті кәсіпорындардың олардың не істеп жатқанын көрсетіп отырдық қой. Біз сол кезде сол айтымыз. Мысалы, бір цех, мысалы көрінген цех, бір құрылыс цехы болсын, олар әлгі өздеріңіз су шығаратын жерлеріндегі майды ұстайтын бір кішкене қондырғы жасаса, біз соны да көрсетіп отырдық. Осындай жасады,
мынау цех осындай жасады, мынау цех анау жасаған нәрсесін жөнді қарамады, сол үшін осындай жазалды. Яғни осының бәрін соны біз бюллетень шығарып отырдық. Күкірт қышқылы цех салынып жатқан кезде жаңағы қалада газдың мөлшері көп болды дедім ғой. Сол кезде мынау халықтан шағым көп түсетін. Шағым көбінесе мына енді ауырамыз деп шағымданады, үйімізге газ келеді, балаларымыздың несі әсер етеді деп шағымданады. Сосын мынау жеке жері бар, дача болсын, осы қаланың ішінде тұрғындар болсын, огородтағы көкөністеріміз жанып кетті деп көп заявление шағым түсіретін. Сол шағымға байланысты сол комбинаттың өзінің адамдарының шешімі бойынша сол адамдарға төлем төленді. Яғни Зеленстрой бар, комбинаттың адамдары бар, біздер бар, тағы бар адамдар бәріміз қосылып, сол шағым қанша шағым түседі, соның бәрін барып санаймыз. Қанша қызанағы жанып кетті, қанша қияр жанып кетті, қанша жанып кетті. Соның бәрін санап, соның бәрін нақтылеп, енді сонда бір жазда 60-70 заявлениеге шейін түседі. Соның бәріне барамыз, актілеп, сосын соны жыл ненің аяғында күзде соны санап, соны комбинат жаңағы шағымдарын жанып кеткен үйлерінің өтемін төлеп жүрді. Ол енді шын айтқанда бір 10 шақты жыл болған шығар соны төлегеніне. Енді кейіннен ол да тоқтады, өйткені бір жағынан күкірт қышқылы цех салынды да, газ азайды. Азайғанда ол әлгі тұрбаға кететін шығын азайды. Ал енді газ азайды деп былай деп айтуға онша да дұрыс емес, өйткені жел мысалы батыстан соққан кезде, тұрбадан газ қалаға қарай бұрылған кезде, қалаға бәрібір газдың әсері болады. Өздеріңіз байқайтын шығарсыздар, сезіледі, газ сезіледі. Енді мынау халықаралық табиғатты қорғау күні бар ғой, 5 июнь. Сол 5 маусымға қарсы міндетті түрде қалада шара өткізетінбіз. Ол шаралар үлкен шара болады. Таңертеңнен кешке дейін фестивальдар өткізді, концерттер қояды, балалар дайындалады, әртүрлі конкурстар болады. Ол неге сол 5 июньге қарсы әр мектепте өз конкурс жүргізіледі, экологиялық. Өйткені мектептердің бәрінде биологтар бар, мектептер, олардың барлығы экологиямен айналысып жұмыс жүргізді. Бірге сол балалар өзі сондай жақсы жұмыстар жүргізді. Содан кейін халықаралық жарыстарға да барып жүрді. Алматыда, Қарағандыда, басқа қалаларға барып, кәдімгідей жүлделі орындар алып жүрді балалар. Сонда мына біздің балалар жаңағы күкірт қышқылы цех салынып жатқан кезде біз енді газетке жиі жанды жазып тұрдық деп отырмын ғой. Сонда табиғатқа қолайсыз жағдай, неблагоприятный метеоусловия дейді, НМУ дейді қысқаша айтқанда. Сонда біздің Қарағандыдағы бастықтарымыз айтатын, НМУ-дің не екенін Қарағанды түгіл, министерстводағы адамдар білмейді, Балқаштың балалары НМУ деп статья жазып жатады газетке, бізге хат жазады деп. Сол енді сол жұмыстың нәтижесі шығар деп ойлаймын. Енді сол кезде балалар соның бәрін біліп, оның не екенін, оның қандай әсері бар екенін оларды қоса зерттеп, оларды қоса сол өздерінің үлестерін қосып сондай болып жататын.